құбылмалы заманда әкелердің балаға беретін тәрбиесі көп болу керек. Қайырлы күн қала жастары. Мен аты жөнім Қожанов Айзат Мұхтарұлы. Бүгінгі таңда Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының Ақтөбе магистралдық желі бөлімшесінің инфрақұрылымдық даму секторының бастығы боламын. Осы темір жолдағы еңбек өтілім 15 жыл. Қасымдағы жұбайым Қожанова Жұлдыз Сәбитқызы. Қазақстан темір жолында жұмыс жасаймын. Еңбек өтілім 13 жыл. Бірінші дәрежелі техник болып жұмыс жасаймын. Бір салада жұмыс жасаудың қызығы, екеуміз жұмысқа бірге барамыз, бірге түскі үзіліске келеміз, кешке бірге қайтамыз, және жұмыстағы әртүрлі қызықшылықтар болады, әртүрлі шаралар болады, соған бірге қатысамыз. Көптеген жақсылықтары бар негізі. Қиыншылықтары білмеймін, енді жақсылықтар болып тұрған кезде қиыншылықтар сезілмей қалатын сияқты. Себебі жұмыста енді әртүрлі жағдай болады ғой. Айқай болады, басшылардан сөз естиміз. Басқа да кейбір қағаздарымыз дұрыс болмай қалады. Сол кезде бір-бірімізді үйге келген кезде барлық энергиямыз шаршап келгеннен кейін бала шағамызды көріп энергиямызды дұрыстап аламыз. Жұмыстағы қиыншылықтарды екеуміз де түсінеміз, себебі бір жерде жұмыс жасағасын. Ол қиыншылықтар үйге келгеннен ұмытылып кетеді. Сондықтан да бұл салада жұмыс жасап жатқанымызға, бірге жұмыс жасап жатқанымызға 15 жылдай болғасын, қиыншылықты уже біз сезінбей барамыз қазіргі кезде. Қиыншылықтары жоқ деп айта аламын. Толық, ал қызықтары әрине өте қызық. Жолдасымның қасында еркелеп бірге барам жұмысқа, бірге қайтамыз. Сол темір жолда көптеген жетістіктерге жеттік. Мерейлі отбасы дәрежесін алдық Астанадан. Кішкентай 7 айлық көпемізбен бірге барып, сосын темір жол аруы деген не алдым. Мен үшін мақтанып айтарлықтай бірге жұмыс жасаған кездеріміздің бәрі өте бақытты кез деп айта аламын. Және солай болу дұрыс деймін ба. Бала шағамыздың әке болып танылған соң отбасыда әке бірінші тұрады. Сондықтан да бала тәрбиесіне ерекше көңіл бөлу, ол әкенің тәрбиесі, ол қазақта ол бір бөлек, ананың тәрбиесі бір бөлек. Сондықтан да әке тәрбиесі ол балаға қазіргі таңда нағыз керек деп ойлаймын. Мен үшін отбасыдағы әйел адамның рөлі, ол да әкеден кейінгі енді ананың рөлі өте басым деп көп деп білем. Баланы өмірге әкелу, ол баланы өмірге әкелгеннен кейін оған дұрыс тәрбие беру, әкенің де ананың да тәрбиесін толық алып өскен бала, ол өте бақытты бала деп білем. Сондықтан ер адам әрине бір саты жоғары тұрады әйел адамнан. Және бала тәрбиесінде де ана көп айта бергенмен әкенің бір айтқан сөзі балаға жүрегінде немесе миында өте көп тұрады деймін. Сол себепті біздің отбасыда әкенің беретін тәрбиесі де өте зор деп білем, ананың да. Жауапкершілік көбінесе әкеде болу керек. Себебі әкенің тәрбиесі балаға бөлек тарайды. Себебі біздің ата-анамыздың үйреткен тәрбиесін біз сол балаға жеткізетін біздер. Ол баланың да ертең баласы болған жағдайда менің тәрбиемді қолдану арқылы ол өз баласына тәрбие береді. Қазақилық тәрбие беру өте бірінші рөлде деп қоя аламын. Себебі әкенің тәрбиесі балаға қазақ тәрбие болу керек. Енді ана үйде барлығын түсіндіріп, ешқандай жаман не үйретпейді ғой, бірақ көп аса әкенің тәрбиесі көп болу керек деп өзім білем. Себебі қазіргі уақытта құбылмалы заманда әкелердің балаға беретін тәрбиесі көп болу керек. Соны бала сіңіре білу керек. Әрине ананың да тәрбиесі болу керек. Яғни қазақи тілмен айтқанда әкенің тәк-тәгін көріп өскен бала жаман болады деп айтпаймын. Ата-ананың бір-біріне сыйластығы, екінші ұйымшылдығы, үшінші ауызбіршілігі. Әке мен ана ауызбіршілігі мықты болу керек, махаббаттары берік болу керек, шынайы тәрбие бере білу керек балаға. Қазіргі таңда Қазақстанда ажырасу көп болып жатыр. Сондықтан да екі жас махаббатпен үйленсе, түсініссе, бір-бірінің ата-анасын сыйласа, екі жақты сыйласа, ол ешқандай жаман отбасы болмайды. Себебі қазіргі таңда ажырасуға қарсы әрекеттер болып есептеледі деп ойлаймын. Осы үш принципті ұстанса.
ізімізден ерген жас отбасыларға айтатын кеңесім дейінші, ол ауыздың бірлігі, сосын ата ананы сыйлап, өздері де ертең сондай болатынын біліп, дұрыс ұрпақ тәрбиелеп, көптеген отбасы болғасын болып жататын ұрыс керісті екеу ара шешіп, тек кетіп қалу деген неге апармай, ортада шешіп бәрін мәмілеге келсе, үлкендердің ақылын тыңдаса жақсы болады деп ойлаймын. Айтар кеңесім сол.